Сәлем. Жалпы мен осы видеоны ютубқа жүктеп жатқан себебім менімен бірге үй алу жолын бірге өтсін деп жатырмын. Себебі осы 2026 жыл басталғалы ең басты планым үй алу болып жатыр. Яғни өзім осы жолды нөлден бастап кәдімгі отбасы банкке барып, консультация алып, қай жақтан қандай білім алам деген сияқты. Соның барлығын бүкпесіз ашық көрсететін болам, қандай программалар бар деген сияқты. Барлығын көрсететін болам. Маған тіркеліп алыңыздар, жазылып алыңыздар міндетті түрде. Ең бірінші бастайтыным үй алу үшін мен қазір ойымда ешнәрсе жоқ, нөлден бастайын деп тұрмын. Ең бірінші отбасы банкке барып консультация алу, одан кейін бір ипотекалық брокерлер туралы арзан бір курс алу, одан кейін барып отбасы банктен депозит ашу. Мен ойлаймын, мен қазір мұғалім мамандығым, негізінде мұғалім, менде пенсионный жүріп тұр. Сол себептен ең бірінші жаңағыдай еш нәрсе күтіп отқым келмейді. Қандай мүмкіндік бар? Қамқор бағдарламасы естуім бойынша қамқор, наурыз, одан кейін концепциялар жаңағыдай конкурстарға қатысу. Соның барлығын қолданып көргім келіп жатыр. Өзім басынан өткізіп, ең бастысы осы жолда кәдімгідей жүріп өткім келіп жатыр. Толық қандай құжаттар керек, қандай документ керек, мейлі осы 2026 соңына дейін әйтеуір мен бұйырса үйлі болам деген үміттемін. Сол нәрсеге жүгірейін деп жатырмын. Менде семейный жағдай, яғни өзім тұрмыстамын, күйеуім бар, 2 балам бар. Біздің барлығымызға айлық бөлінісі қалай болады, барлық есептеу. Осы алдағы келесі видеода мен міндетті түрде отбасы банктен барып консультация аламын. Потом өзім түсінем, чтобы мен тағы да бір курстар алу керекпін ба, біреуден консультация алу керек жоқпын ба деген сияқты. Ең бірінші отбасы банктен депозит ашу қазіргі ойдағы планым. Одан кейін барып осы наурыз жұмыскер және наурыз бағдарламасын зерттеп қарадым. Тиімді жағы өте көп екен. Одан бөлек менде осы мұғалімдерге арналған қамқор тұр. Одан кейін әулеті жастары, яғни 35 жасқа дейінгі. Примерно жинаған информацияларым осы, бірақтан ешқандай депозит ашылмаған, нөлден тұрмын, жалпы нөлден көтерілейін деп жатырмын, не бағалай нөлден бастап үй алайын деп жатырмын. Сол туралы айтатын болам. Бастысы бұл жақта ниет, менде ешқандай первоначалка жоқ, жинап қойған ақшам жоқ, бірақтан соның барлығын жайлап жинап бастайын деп жатырмын. Кәдімгі өзіміз күнделікті мысалы кредит төлейміз ай сайын. Мен сол как кредит ретінде отбасы банкке қарай бүйтіп, мысалы 50 мың теңгеден отбасы банкке қарай тығайын деп жатырмын. Отбасы банкке қарай салайын деп жатырмын. Соны жасап көргелі жатырмын. Менімен бірге үй алам дегендер мен YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірге міндетті түрде полный барлығын бүкпесіз ашық көрсетемін. Қандай информация аламын, сол туралы да барлығын, концепция туралы, одан бөлек бағдарламалар туралы, конкурстар туралы. Концепцияның бір жақсысы, мынандай нәрсеге бас қатырмайсыз. Концепцияның бір жақсысы, первоначалка құямын, ипотека үшін деп бас қатырмайсыз. Мемлекет сізге төлеп береді. Алғаш қайтарымсыз 10% деген сияқты. Айтқанда тегін аласыз үйді. Ал қамқор, жұмыс, жаңа наурыз, әулеті жастары дегендерде арнайы шектері бар, яғни 15 миллион, біреуінде лимит, біреуінде 20, біреуінде 30 деген сияқты. Сол туралы барлық ақпараттардың барлығын алатын болам. Ең бірінші менде ниет тұр, 2026 жылы 2 бөлмелі или 3 бөлмелі үйлі болу, баспаналы болу. Осындай наличка емес, бұрын ойлайтын үйді ала саласың деп, ал қазір үйдің барлығын алу үшін, жалпы үйді алу үшін сенің қолында наличка жоқ болатын болса, онда ипотеканың өзін бағдарламаларға кіріп, мысалы 7-20-25 өзінде лимит бар, бағдарламаларға кіріп қатысып барып алу керексің. Мен соны жасайын деп жатырмын. Жалпы үй алу үшін алғашқы қадамдарым осы. Ең бірінші YouTube каналды бірге бастау. Сіздермен осы қадамдарым, осы менің алдағы планым. Біріншіден YouTube каналда сіздермен бірге ашық, анық бөлісу. Енді пайдалы болса, қуаныштымын, қуанамын. Мен ешқандай брокер емеспін. Нөлден өзім консультация алып, өзім үшін жүгірейін деп жатырмын.